Пайғамбарымыз дүниеге келген кездегі қилы оқиғалар. Мына дүниедегі ең үлкен оқиға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның дүниеге келу оқиғасы екендігі даусыз. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи салам Алла тарапынан елшілік міндеті жүктелгенде, оны басқа пайғамбарлар сияқты белгілі бір топпен ғана шектемеген. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның күллі жаратылыстың пайғамбар ретінде жіберілген. Сондықтан ол дүниеде есігін ашқан әлемде қилы құбылыстардың болуы заңды. Санасының саңылауы барлар мұны ғибрат алып ойланса керекті. Сол түні ерекше бір жұлдыз туды. Яһудилер арасында ғалымдар көп болатын. Олар Алланың берген іліммен қаруланып, небір нәрселерді алдын ала болжап қоятын. Жұлдыздарға қарап алашуды да алдарына жан салмайтын. Соңғы пайғамбардың келетіні жөніндегі мағлұматтарды да көктен түскен кітаптарына оқып білгенді. Оның ерекше белгілері де соларға мәлім. Тек бір ғана беймәлім дүниеге ақыр заман пайғамбарының қашан туылатындығы ғана беймәлім болған. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам туылған сәттегі табиғат құбылыстарын, аспандағы ерекше жұлдыздың пайда болуын яһудилер көрмей қалған жоқ әрине. Мәшһүр шайыр Хасан ибн Сәбит бұл жайтты былайша түсіндіреді. Мен 7-8 жасар бала едім. Ол кезде бірде таң ертеңмен «Әй, яһудилер» деген дауыстан шошып ояндым. Айғайдың қатты шыққандығы соншалықты ел-жұрт төсектен тұрған бойы әлгі айқайшының маңына жиналып қалған. Бүгін түнде Ахметтің жұлдызы туды, яғни ол өткен түнде өмірге келді, деді. Ол көпшілікке барлай қараған күйі жиналғандар дабырласып кетті. Ибн Сағдаттан жеткен мәлімет төмендегіше сыр шертеді. Меккеде бір яһуди тұратын. Алланың соңғы елшісі туылған күннің ертеңіне құрайыштардың жинап, «Бүгін руларыңда ұл бала дүниеге келді ме?» деп сұрайды. Құрайыштар бір-біріне қарасып, сонан соң «Білмейміз» деген жауап қайтарады. Олай болса, барып сұрастырыңдар, бұл үмбеттің пайғамбары бүгін түнде дүниеге келді. Арқасында ерекше белгі бар, дейді яһуди. Құрайыштар сұрастыра келіп көрген білгендерін әлгі яһудиге жеткізіп тұрады. Өйткені түнді Әбдімутәліптің марқұм ұлы Абдулланың жесірі Әмина босанып, баланың арқасында белгі бар екен. Яһуди мұны ести сала жан туылған шарананы барып көрді. Көрді де есінен айырылған адамша отырған жерінде жар салды. Пайғамбарлық Исрай әулетінен кетті. Құрайыштарға жетті. Құрайыштың даңқы асып, батыс пен шығысты жайлайтын рас болды. Осы шақта көк жүзіндегі самсаған жұлдыздар ардақты Алла елшісінің келгеніне мақсаттанып тұрды. Мадинадағы Қисра сарайының тірек бағандар құлап, жермен жексен болды. Пайғамбар жарық дүниеге көзін ашқан сәттен терең ұйқы құшағында жатқан Иранның Мәдиян қаласының тұрғындары құлақ тудырарлық тарсыл-гүрсілден оянды. Қала билеушісі Қисрада қала халқы да көшеге басып кетті. Қисраның зәулім сарайының сәулетіне сән қосқан 14 тірек бағана өзінен өзі қирап қалды. Таңда көзбен атырған Қисра ертемен мемлекетіндегі діни басшыларды шақырып жиналыс ашты. Мәселе кенеттен бастарына келген апаттың мәнін ашу. Қисра әдеттегідей тәжін киіп тағына жайғасу мұң екен. Салт аятты біреу шауып келген күйі оның қолына хат ұстатты. Әкелген хабар суыт отқа табынушылардың мыңдаған жылдардан бері жанып тұрған алаулы сөнгендігі жазылған. Бұл мәлімет Қисраның қаупін күшейте түсті. Осылайша аңырлап тұрған мәжіліске келген Иранның бас қазысы
Мұмабазан бірнеше күн бұрын көрген түсін айтып сайрай жөнелді. Түсімде аузынан ақ көбік атылған 100 шақты түйенің Дижла өзенінен өткенін, олардың бастаған ауыздығымен алысқан араб аттарының да судан өмір еркін өтіп Иран жеріне жайлағанын көрдім. Хисра әрдайым дұрыс сөйлейтін, әділеттігімен аты шыққан Мобзанның бұл түсінде жақсылыққа жори алмады. Қалш етіп Мобзанға қарап, сенің ойыңша бұл ненің белгісі деді. Бас қазы қысқа қайырды. Арабтар тарапынан маңызды өзгерістер болатынға ұқсайды деді. Хисра апыл-ғұпыл Хира әкімі Нұғман ибн Мунзираға былай деп хат жазады. Ғалымдарының ішіндегі ең белгілерін маған тез жолда. Хатты ала салысымен Нұғман мәселенің маңыздылығын ұқты да, Абдул-Масих ибн Амр есімді данышпаннан Мәдинаға жіберді. Хисра көріп келді, ерекше илтипатпен қабылдап болған оқиғаларды рет-ретмен баяндап берді. Жылдан болжам жасауын өтінді. Абдул-Масих нақты жауап бере алмайтынын айтып, Шамға жақын маңда Жабия деген жерде тұратын нағашы ағам Сатихты көргендігіне көп куә болдым. Содан ақыл сұрайық қайтеді деп білдірді. Мәдиян билеушісі Абдул-Масихты Сатихқа жұмсайды. Шаманың мәшһүр көріпкел Сатих әбден қартайған, денесі тек еттен ғана жаралғандай, екі бүктетілген бет, аузын мыжырайған ұсқынсыз кейіпті сәуеге еді. Үнемі шалқасынан жататын да қоятын. Бір жерге апару қажет болса, құдды бір затты бүктетілген күйі көтеріп апаратын. Ғайыптан берген хабарлары көбінесе дұрыс шығып, адамдар аузынан қарататын көріп келеді. Абдул-Масих тау-тас асып нағашысына келіп жетеді. Сатих ауыр науқастанып, жолаушының сәлемін алуға да жарамай жатқан. Қинала ыңқылдап жатқан ол Абдул-Масих болған жайды баяндай бастағанда өзгеріп сала береді. Өлім аузында жатқан Сатих көздерін бақырайта ашып, ажалмен арпалысып, ұмыт қандай бар даусымен айқай басты. Уа Абдул-Масих, мұнан былай Алланың уахийі көбейеді. Сәмауыны су басып, парсылардың оты сөнеді. Уақыт пен кеңістікке белген жүргізетін нағыз Тәңірдің қалауымен соңғы пайғамбар келді дүниеге. Сонымен пайғамбарлықтың ақырғы нүктесі қойылады. Терең тынысып, сөзін ары қарай жалғастырады. Сасанилер арасынан құлаған қорғанның санына тек билеуші шығады. Сонан соң билік те ыдырайды, ақиқат үкімдер шығарыла бастайды. Әрине, оның шығарылушысы тек ақиқатты көрсетушілері болады. Осылай деді де Сатих мәңгілік көз жұмды. Атақты көріпкел ақыр заман пайғамбарының келгенінен хабардар етті. Тарих Сатихтың жорамалдарының дұрыстығына куә болды да, Иран мемлекеті 67 жылы созылған 14 билеушінің басшылығынан соңғы пайғамбардың дінін қабылдап, мұсылман атанды. Сөйтіп, Маздиеміздің қараңғылығын сейілтті. Қағба маңындағы бұттар құлады. Құрайыштықтар арасында да Аллаға ортақ қосушы мүшриктер аз емес еді. Олар Алланың үйі Қағбаның маңын қолдан жасалған бұттармен толтырып, соларға танып әлек болатын. Таухидтың таратушысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туылған сәтте осыны ұлы оқиғаның күшіне төтеп бере алмай қорғанатын құйылған бұттардың көбі құлап қирады. Өмірге енді ғана келген тұғырлы тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам келешекте таухидке, яғни Алланың бірлігіне шақырып, көп тәңірліктен, қараңғылықтан құтқаратынын дәлелі еді бұл. Алайда Алланың айтумен болған ғибратты оқиғаның астарында үңіле алмағандар жетерлік еді. Бүкіл әлем иман байрағын жоғары ұстаған, көңілдерге нұр қондырған ардақты Алла елшісінің адал жолының куәсі болды. Ол Қағбаны жансыз пұттардан тазартып қана қоймай,
көңілдердегі бұттарды да жоя білді. Мыңдаған жылдары бойы алаулап жанған мәжүсилердің отқа табынушылардың оты сөнді. Мәжүсилер қашаннан отқа табынатын, от олардың қасиетті тәңірі саналатын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген сәтте мәңгі өшпес деп есептелетін келген алау бір сәтте ғана өшті. Яғни сөнді. Демек дүниеге көзін ашқан ұлы тұлға пұтқа табынушылық сияқты отқа табынуды да жойып, жер жүзін таухид сеніммен шұғырландыра білді.